Рүстем дастан Фирдауси шахнамасының ізімен жырлаған халық ақыны Тұрмағамбет Істілеуов. Оқыған Айжан Әбдіманапқызы. Бишан батыр. Рүстем осы арада енді тұрсын, ақ марал, арқар құлан аулап жүрсін. Кию мен кіршиттен сөз сөйлейік. Ел енді құлақ қойып мойным бұрсын. Кешікпей кіршит бану болып жүкті, ұл туды, қабылан қабақ, қасқыр түкті. Ел енді оның атын қойып бишан, киюге құтты болсын, айтып шықты. Ер жетіп, бишан жұрттың бәрін жеңді, болмады ер ол маңайда өзі теңді. Рүстемді өкпелетіп жіберген соң, болмады кей қауыстың ісі жөнді. Көп әскер апрасияп алып келді, қараған кей қауысқа қамады елді. Күтініп кей қауыста жұрттың жиып, бишан мен парамірізді алдыр денді. Қызынан ғабаттың да туып ет ұл, параміріз бишаннан да басым ет бұл. Ат қойып ол балаға жаһангір деп, жұмыла жұрт жұмысына болып ет құл. Қалып ет рахыштан туып құлын, таңырқап тұрушы ет көрген түрін, сүт беріп су орнына бағушы еді, жеткен соң қашқан аңға желден бұрын. Кей қауыс есіткен соң ол баланы, қуанып қыран құстай қомданады, жеткер деп жаһангірді жылдам барып, киюді көп өтініп құл қалады. Кідірмей келтіруге кию кетті, жайына жаһангірдің жүріп жетті. Рүстемге күйеулігін айтқаннан соң, күні түн күтіп бағып құрмет етті. Жұмысым деді мынау келгендегі, ер едің аты шыққан елде ендігі. Бұл күнде туғандарың тарлықта тұр, ер маған азаң болсын өлгендегі. Кей қауыс атам менен деді дұшпан, бұзықтың керегіне көзің қысқан, бермеген сұхрапқа нұш дәрісін, сияқты сұмыңдайтпа соқыр тышқан. Өлсе өлсін, ел біреуді қояр сүйіп, жәрдемі жүретұғын жұртқа тиіп, Иранның патшасы ет деп өкінбей-ақ, көміңдер көзін оның құмды құйып. Айтқанын алдыра алмай кию қайтты, өкпесін осылайша оның айтты. Сақалын сасқанынан сипай берді, білмейтін бала ғой деп біздің жайтты. Жаһангір сонда да жай жаталмады, бар еді атақты көп атарманы. Олардың екі жүзін ертіп алып, ой қылды залдан барып бата алғалы. Мінді атқа қайдасың деп ата жұртым, ер болса іздейді ғой әркімде ұлтын. Қосылып екі қосын жатқан жерге, жаһангір жетіп келді жүріп күн түн. Алдынан апрасияп шығып қарсы, Рүстемге жатырмыз дет болып аршы. О баста өкпелетіп жібергенмен, жалынып жіберіпті саған жаршы. Дегендей кегіңді алсаң келдің деді, ендігі ерік өзіңде елдің деді. Үстіне алтын менен дүрлер шашып, бәрінде билігімнің бердім деді. Уайым олай десең деді етпе, мені тұр туыңды ұстап тарт та шепке. Атамның арын арлап жатқан болсаң, төбеңді тигізермін сенің көкке. Осы түн апрасияппен қонып бірге, қосқандай бір-бірімен болып ірге. Таң ата дабыл ұрып атқа қонып, қаһарлы қайтпайтын мініп түрге. Ортада тұрып алды болып таудай, келгеннің кесемінде басын баудай. Кесірлі кей қауыстың кінәсінен, тұран дел туысқанын көрді жаудай. Сабынан кей қауыстың кию шықты, жаһангір болғаннан соң өте мықты. Көтеріп ат үстінен бір қолменен, алдына апрасияптың әкеп жықты. Бишан мен алды туысты тағы байлап, байлауда жат үшеуі соры қайнап. Көңілінен кей қауыстың кетіп ақыл, қалтырап қорқып ақ жүр, я құдайлап. Сұрады қайтемін деп кеңес залдан,
Үшеуін алды байлап әлгі барған, сасқаннан жан жағына жалтақтады, табам деп бұған тайлас қайдан палуан. Зал бұған ешкім тайлас болмас деді, көп жасап боп ем көппен жолдас деді. Күштіні бұл сияқты көргенім жоқ, уысына анау-мынау толмас деді. Сұрайын өзім барып ертең жайын, Рақышқа ұқсатамын мінген тайын, баласы Рүстемнің бола қойса, жауыңды жегіп берер жеме уайым. Пара міріз ертең шығып жекпе-жекке, омыраулап Жаһангірді алды екке. Білді де бір туғанын өзіменен, қалқанын ұстады да тұрды текке. Гүрзімен пара міріз кетті салып, кеткендей болды дүние от боп жанып. Болғанда басқа біреу баса айналып, құлайтын түрі барет естен танып. Келген мен Жаһангірге енді кезек, ұрмады күшпен гүрзі бойды тежеп. Сонда да есі ауып құлап аттан, ербеңдеп етіп жатты безек-безек. Апарып Апрасияпқа берді байлап, қаһары залдың құрттай қозды қайнап. Тауыса тұқымымды құртып жатқан, кімең деп жетіп келді көзі жайнап. Бабам Зал, атам Рүстем анық менің, болған соң келіп едім осын делім. Олардың әруағы жар боп тұрса, қандай жау болса дағы үзем белін. Қанеки өзің кімсің келген шауып, келгенге қорқат деме етіп қауып. Келтірме көңіліме мұқатам деп, жұртыңды жіберсең де тегіс жауып. Атамнан аңдауымда аумас түсің, сондықтан ел жүреп тұр сізге ішім. Болмаса келген замат кесіп басың, күніңді қылатынем бірақ қысым. Атасы Рүстемнің бабаң Залмын, бәрінде бұл дүниенің көрген шалмын. Жауыңа жақындарын байлап берген, ісіңе осы еткен балам Далмын. Жаһангір есіткеннен төгіп жасын, даң болды деді баба менің басым. Бермеген нүш дәрісін Сухрапқа, қасақы кей қауыс ет анық қасым. Сонымен келіп едім соғысарға, ұят деп шаппағаным намыс арға. Білсем де пара міріздің туысқанын, ешқандай болмадылар табысарға. Туыс, кию, бишан қолда қалар дедім, оларды тұран торға салар дедім. Сыр бермей сылтауратып жүре тұрсам, босатып сіз оларды алар дедім. Қайта бер, қылмай ұрыс баба жайға, етейік ебін тауып бұлар ғайла. Ізінше ырза болып қайта берді екен деп, ақылың артық әр қалайда. Зал барып қуана бер деді жұртым, қауіп қылып қауқимасын сақал мұртың. Баласы Рүстемнің Жаһангірдей, ол екен өздеріңнің қара бұлтың. Бастығы кей қауыс боп шапаттап қол, болдық деп ұшан теңіз көз жетпес көл. Белдерін босаңсыған буды мықтап, берді деп бізге Құдай болсегер ол. Қосына Жаһангірде келді қайтып, қалдым деп қатты шөлдеп сылтау айтып. Білсе де бабасымен табысқанын, көздерін кейіс толар ақыр айтып. Пәрәңді шақырып ап Апрасияп, болды дед байқадың ба жаман сияқ. Бірікті Жаһангірмен жаңағы Зал, біздерді талқандайды тапса қияп. Байлаңдар абайсызда аяқ қолын, көрсетер байланбаса істің зорын. Жабылып жатқан кезде ұстаңдар деп, қойдырды даярлатып темір торын. Асынып 10 000 адам қару жарақ, байлауға белді буып етті талап. Бұлардың бел байласқан біліп сырын, Ираннан біреу түрет сырттан қарап. Ол келіп Жаһангірге жаны ашып, қалма дед қапияда асып сасып. Ойласып осы уақыт отыр тұран, байлауға таң алдында сені басып. Ұйықтамай отыра гөр атыңды ұстап, қалдырмай қаруыңды ал дұрыстап. Барған соң барлық елдің көзі ұйқыға, өзіңмен
10 мың адам болды ұрыспақ. Жаһангір отыр денді шешпей белін, жауға ер өзі түгіл беремей елін. Төртеуін тұтқындағы қоя берді, бабама деп бәріңде барып көрін. Разы боп Жаһангірге олар кетті, алдынан залдың барып бір-бір өтті. Бұлайша күш пен айла көрсеткен соң, туымды екеніне зейіні жетті. Жинап ап пәрәң палуан 10 мың ерді, аттарын дайындатып қойдыр дерлі. Ұйықтап ешбіреуің қалмаңдар деп, аралап жүрді өзі әрлі-берлі. Айтқандай таң алдында тиді келіп, ұмтылды Жаһангерде құлаш керіп. Ағызды ат бауырынан қызыл қанды, тұйғындай түйіліге өзін топқа беріп. Олардың ойбай салып бақырғанын, аюдай Жаһангірдің ақырғанын есітіп Иран енді атқа мінді, білді де ер сайысқа шақырғанын. Қосылып екі әскер кетті тағы, Иранның ықпал өрлеп артты бағы. Қалмастан қырылатын болғаннан соң, топырлай тұра қашты Тұран жағы. Ирандар ерегісіп қуды сүріп, өлтіріп жеткендерін құсша бүріп. Арстанның арқасында Жаһангірдей кей қауыс көңілі мәз боп, сақ-сақ күліп. Артынан Апрасияптың қуалады, көркейіп көңілі күндей қуанады. Мұрғанның дариясына барғаннан соң, аттарын алдырып дем суарады. Бір қызға нақ сол жерде ұшырасты, көргендей көңілі кетті ынтық асты. Қыздың да кей қауысқа көңілі кетіп, көрсетті тым өзгеше ықыласты.